Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Біз сіздермен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан, есім. Мақсатымыз сөз таптарын ажырату, күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу, дереккөздерден мәліметті табу жолын анықтап, тақырып бойынша мәліметті іріктеу. Ең алдымен біз өзіміз өтіп жатқан сан, есім туралы не білеміз? Алдымен есімізге түсіріп алайық. Ол үшін мына бейнефильмге мұқият назар аударыңдар. Ай мектеп. Дана, мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен киіміңді аласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалыпты. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 балмызда қалып келейін. Сен мені осы 1-ші қабатта күте тұр. Тұра тұрыңызшы аға, не деген көп сандар? Мен шатасып кеттім. Иә, Дана. Біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер туралы бейнефильмді көріп болсақ, енді тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін беріліпті. Теңіз көлі Ақмола облысының аймағында орналасқан. Көлге Сарыарқадан басталатын Нұра өзені келіп құйылады. Тереңдігі 3 метр. Теңіз көлінде 60-қа жуық кішігірім аралдар бар. Бұл жерде балықтардың 10, сүтқоректілердің 35 түрі кездеседі. Бұл мәтін бізге Қазақстанның өзен көлдері кітабынан алынған екен. Енді осы мәтін ішінде ерекше леніп тұрған аймақ деген сөзге назар аударайық. Аймақ деп белгілі бір жерді айтады. Яғни Теңіз көлі Ақмола облысында орналасқанын білдіріп тұр. Енді мәтіннен сан есімдерді табайық. Ішінде қанша, неше деген сұраққа жауап беретін. Тереңдігі неше метр? 3 метр. Қанша арал бар? 60-қа жуық. Балықтардың қанша түрі бар? 10 түрі. Сүтқоректілердің қанша түрі кездеседі? Яғни 3, 60, 10, 35. Олар сан есімдер. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Келесі тапсырма. Өлеңді оқып, сан есімдерді табу керек. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір, ал сені, бала саны қанша еді? Тағы бір рет оқып берем. Бір топ бала тоғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды әркімге тиді 3 балық. Сынайын бір, ал сені, бала саны қанша еді? Біз көбейту бөлу таблицасын
Үйрендік. 15 балықты 3 балаға бөліп берсек, балалар, неше бала болады? Ойланамыз. Дұрыс, 5 бала. 15-ті 3-ке бөлгенде 5 шығады, 5-ті 3-ке көбейтсек 15 шығады. Әр бала 5 балықтан аулаған. Енді ребусқа назар аударайық. Қандай сөз шығады екен? Бір қазан. Бір қазан деген балалар. Құстың аты, ол құс қандай құс, және қай жерде тіршілік етеді, ол туралы түрлі интернеттен немесе энциклопедиялардан біліп алуға болады. Енді бүгінгі өтілген сабағымызды қорытындылау мақсатында тестке назар аударайық. Бірінші сұрақ. Заттың санын білдіретін сөз табы. А. Зат есім, Ә. Сын есім, Б. Сан есім. Екінші сұрақ. Сан есімнің сұрақтарын белгіле. А. Қандай, қай, Ә. Қанша, неше, нешінші, Б. Не істеді, қайтты. Үшінші сұрақ. Сан есімді тап. А. Сана, оқы, Ә. 20, 300, Б. Биыл, былтыр. Мен сендерді тест жауаптарын дұрыс табатындарыңа сенемін. Үйге тапсырма. 28-ші жаттығу 106-шы бет. Өлеңді көшіріп жазып, сан есімді тауып, астын сызу. 29-шы жаттығу 107-ші бет. Өз өлкеңде, өзіміздің туған өлкемізде не барын жазу, толықтыру. Ол үшін үлкендердің көмегіне жүгінуге болады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.